Bak. Көрмеді деме аруақ, көріп тұрған жайым бар. Тияғым-ау көтейін, жүрегін, ананады шыршыр етіп тұрғанын көріп тұрған жайым бар. Шырылдамас боларсың, жүректе көрейді, салып бірмен тастаймын. Қаназардай атанын, қайсарлығым бойына, құйып бірмен кетейін. Тияғым-ау көтейін, бата тілеп отырған, ниетінен айналдым. Бата менен өзіңді, балау алам тияғым. Бата менен елгі көрер, жауын менен жергі көрер. Бата мен өзіңді, көгертіп бірмен алайын. Тияғыма кәдейін, өмірден де өзінде өксіп бір өткенін көріп тұрмын тылсынан. Өмір жасын сенің әлі де ұзақ болып тұрғанын айтып бірмен кетейін. Ақ жіпті өзіне, әлі сиғылып өзіне ақ жол қылып тартамын. Қиналмас бір боларсың, тек тұрмаса табып келгенде бойындағы ақ жынынды сылып бірмен тастайын. Тектілік қасиет, бойтұмар қылып тағайын. Қиналған бір кезінде көрмеді деме аруақ, көріп тұрған тылсымнан. Мен аруақ сенпенді, ортамызда бір перде, жеті қабат жер астынан тіл қатып бір келгенде өзіне берер сыйым бар. Жеті күннің ішінде қиналмас бір боларсың. Құдай Алладан тілегін қабыл болып жатқанын айтып бірмен кетейін. Алдымен осы әруақ сөзінің мағынасын ашып алайық. Әруақ араб сөзі түбірі рух, яғни жан деген мағынаны білдіреді. Жанның жеке түрі рух, ал көпше түрі әруақ деп аталады. Сонда әруақ қазақшаға жандар болып аударылады. Демек, әруақ деген сөзіміздің өзінде бір шикілік бар екені осыдан ақ көрініп тұр. Амал нешік? Біздің қазақ халқының бір бөлігі әруаққа сыйынып, молаларға табынуын әлі де қояр емес. Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле деген қағиданың бүгінге дейін өз күшінде қалуы діни сауатымыздың төмендігін көрсетеді. Қазіргі таңда елімізде қабірден қабір қоймай аралап, әулие әмбиелерге мінәжат қылып, медет тілеушілердің дәуірі жүріп ақ тұр. Бақытсыздыққа ұшыраушылардың барар жері, басар тауы әулиенің басы, бейіттің тасы екені өкінішті ақ. Олар өлген адамдардан өзіне керегін, мәселен ұлсыздар ұл, қызсыздар қыз, біреулер жолының ашылуын, біреулер дертіне шипа тілейді. Жаратқан Аллаға емес, жаратылғанға жалбарынады. Сөйтіп тірілер өлгенге емес, өлілер тірілерге мұқтаж екенін ұмыта береді. Алладан бір перзент сұрап келдім. Мен ақылым сұрап бір перзентке зар болып отыр. Алладан бір перзент берсеңіз деп сұрап келдім. Ешбір ұрғашы Алланың білімінен тыс жүкті болмайды да тумайды. Алланың кітабында жазылған өмір ұзартылмайды да қысқартылмайды. Әрине бұл Аллаға оңай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қабір аралағыш әйелдерге, қабірлерді мешіт қылып алғандарға және қабірді күн көру көзіне айландырғандарға лағнет айтқаны Абдулла ибн Аббастан келген хадистен белгілі. Сөйте тұра олардың мұндай әрекеттерге баруына қандай себеп болды екен? Содан мен үйімді орда қылып ашты. Жаңа жерде адам тасысын Түркістанға, мен оның бәріне шынында сендім. Содан мен қорқып, жарайды деп бір рет Түркістанға барып келгенде уже қаншама ақша былай түскенін есептедім. Өзімде көзім ашық, оқыған, өзім қазір оқу студентпін, күйеуімді үлкен қызметкер болып істейді. Бұл жолды қарап тұсақ, мен сразу түсіндім, қой мына жолдан болмайды. Содан олар маған айта бастапты, неше сөздер болды, өледі бұл, операцияға түседі бұл деп сөйтті. Операцияға, конечно, өледі дегеннен кейін мен шошынып операцияға түстім жаңағы жерде. Содан операцияның ештеңе жоқ, міне қанша жыл өтті, жақсы болдым. Құдайға тәуба, бала шағамның ортасында күліп ойнап жүрмін. Алланың жолы емес бұл. Бұл өзінің адамды шатастыру жолы болды да болған. Біз үйден 5 адам барып келдік Түркістанға. Сонда қаншама ақшалар түсті жаңағы қолдарына. Оның бәрін жолдан қаншама қой сойылды, қаншама бензин құйылды, оның бәрін есептедік. Менің жолдасым барып есептеп келді. Бірақ қаншама ақша түсті ана жерде. Сол ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр? Енді олар өздері біледі, бірақ мен оның бәрін есептеп жолға салып қойдым ол ақшаларды қайда кеткендерін. Бірақ ол бәрі адамның алдап жеген ақшасы, бұның бәрі бір ортаға түсіп жатыр. Шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады, олардың көбі өтірікші. Әулиелер алайтын ханымдар бар, басқа да ер кісілер бар, көбінше ханымдар келіп,
жаңа суреттерден көрдіңіздер, мысалы үшін мыналардың барлығы әулие аралап келе жатып түскен суреттер. Біреуінің үстінде бірде-бір лыпасы жоқ. Ол суреттерді оның үстінде үлкен кісі емес, үлкен кісілерді балалар түсірген, өздерінің балалары. Ішінде ешқандай несі жоқ. Бірде-бір іш киімі жоқ, несі жоқ. Суға шомылып жатқан кісілер. Ал енді бұлардың ең сұмдық нәрсесі, бұл жаңағы қолдан жасаған әулиелік. Қолдан жасаған дейтініміз, менде бір-екі жайттар болды. Осы мына пленканы әулие жерлерді түсіріп келеді да, мына пленкадан мен кадрларды құртып жіберуімді талап етеді. Оны біз кейін түсініп жатырмыз. Ол не үшін ол сөйтсек жаңағы мына пленкадағы түсірілген кадрлар уже түсіретін кезде бұл жерде түсіруге болмайды. Бұл пленка күйіп кетеді деп қасындағы кісілерге түсінік береді екен. Содан енді түсіріліп келген пленка мысалы үшін енді күйген жоқ қой, бәрі аман-есен сол қалпында шықты. Шыққаннан кейін енді ол кісіге дәлел болу үшін мына пленканы қайткен күнде де сол кадрды өшіру керек. Сонда ол кісі дем арасында әулие болып шыға келеді. Жалпы алғанда дініміз ислам сәуегейліктің ешбір түрін қолдамайды. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер біреу көріп кел немесе балшыға барып оның болжағанына иланатын болса, онда ол Мұхаммедке түсірілген нәрсеге күпірлік еткен болады деген екен. Бақсы балгерлерге барып сәуегейліктеріне сену, оларға құлшылық ету болып табылады. Яғни бұл да Аллаға серік қосу. Бір қауіптісі, көптеген бақсылармен көріпкелдер исламның атын жамылып жұмыс жүргізеді. Оларға дініміздің түбегейлі қарсы екенін елдің бәрі түсіне бермейді. Көріпкелдігі бар болса, бәрін айтып отырады. Сен қай жылы қандай оқиға болды, сенде үйіңде қандай нелер бар, қандай жағдайлар болды, арақты қашан іштің, қашан тастадың, соның бәрін айтады. Арақ ата-бабалармен, өзіңіздің ата-бабаларыңызбен сөйлестіреді ғой сонда негізі. Әр аталардың басына келіп, әр кісіне, әр ата батасын береді өздеріне. Қалай береді сонда ол кісілер? Енді мынау көріпкелдер бар ғой ішінде, солар арқылы сөйлеседі, ана аталардың аруақтарымен. Сол кісілер арқылы сөйлесе ме сізбен? Сол кісілер арқылы сол ата-бабалармен сөйлесіп, сол кісілердің айтқан нелерін барлығын ана көріпкел кісілер айтып беріп отырады. Майсыз мынау қазанда қуырып атқан жайым бір, айтып мен бір кетейін, тек тұрмас болып келгенде, қаншама мынау өзіңнің сынағың тұрған алдыңда, қайназарда атаңда қысып мынау шекеден, белгісі мынау бері бір жатқанда, қабыл ал деп өзіңе төгіп өтсем ақбата, ұрпақтың баласы, ата жолы, бақ жолы, қазағымның еліне қол бақ болып мынау қонып жатқанда, қаншама мынау әруағың тысымнан үн қатып мынау жатқанда, шалыспаспай өзіңде қадамыңды анықтап